Өзінің қасиетті туған жері мен кеңес үкіметінің қитұрқы отаршыл саясаты кесірінен азып тозған елін талмай жырлаған өз заманының ақиық ақыны Әрімжан Жанұзақұлы. Ақындық Тәңірдің сыйы. Сол Тәңірдің сыйы Әрімжанға Тарбағатай тауының етегінде, қарт ертіс жағасындағы Толағай төбенің баурайында дарыған көрінеді. Әрімжанның ата қонысы Тарбағатайдың бір сілемі Маңырақ тауының сағасында, Толағайдан көз көрім жерде. Атасы Шыңан, байлығы басынан асқан ауқатты, сөз зергері, арғы мен бергіні жақсы білетін шежіре, елге сыйлы адам болған екен. Әкесі Жанұзақ қазақтың шығысына аты мәлім әйгілі ақын болған. Түсінде өлең аласың ба, көген аласың ба деген аянға өлең алам деп атып тұрып, алапат ақын болған деген аңыз бар. Алла тағала Әрімжанға да соған барабар Толағай талант берген. Шыққан жадырап, жетім бала күн көрген жереді шіркін дәуірап. Бақ қайтқан соң шара жоқ, шайқалды талай шаңырап. Арабша, орысша, татарша сауатты болған, заманына лайық білім білігі бар Әрімжан ақын, әрі әнші, әрі сазгер, әрі жыршы болған. Маңырақ тауында Шыңанның бұлағы, Жанұзақтың сайы деген жерлер бар. Тарбағатай ауданы Маңырақ елді мекенінде Әрімжан Жанұзақұлының тас мүсіні қойылып, ауыл ажарын аша түсті. Әрімжан Жанұзақұлы атамыз сонау 20 ғасырдың бас кезіндегі аласапыранда арғы бетке өтпекші болып шекарашылардың қолына түсіп қалған екен. Сол кезде ішінде орыстары бар, Галеев, Макеев деген атамыздың ақын екенін білетін шекарашылар. Егер осы жерде бізге өлең шығарсаң, біз сені арғы бетке өткіземіз деген ғой. Сол кезде атамыз іркілместен табан астында: "О, Галеев, Макеев, не қылып тұрсың, секей, сендерге пенде қылған соң жаратқанға нетейік, төбемізден жүрсек те арғы бетке өтейік" деп суырып салып сол жерде өлең айтып, бір ауыз өлеңмен арғы бетке өткен екен дейді.